Барлығына сәлем, бұл менмін. Сол кезде мен өзімді социальный сетсіз елестете де алмайтынмын. Хабарландырулар, лайктар, бұлар менің бар өмірім болатын. Менің ата-анам өте жұмысшыл кісілер, бірақ тіпті олар менің мектептегі халім нашарлағанын, жаман бағалар ала бастағанымды білді. Ал мен болсам жай жаттым, тез ашуландым, түкке де үлгермедім. Сосын әкем менің қанша сағат қандай приложениеде отыратынымды қадағалайтын программа орнатып берді. Мен 5 сағатымды соған жіберетін болып шықтым. 5 сағатымды. Мен өзімнің интернетте көп отыратынымды білетінмін, бірақ осындай көп те ойламағам. Мен ВК-да хабарландыру лайк түспеді ме деп кіріп, ары қарай отырып кететінімді байқамайтынмын да. Менің әр күнім телефоннан басталып сонымен аяқталатын. Бірақ енді бұлай жалғаса алмады. Себебі мен түкке үлгермедім. Мен Қытайда интернет жоқ екенін оқыдым. Себебі бұл клиникалық тәуелділік болып есептеледі екен. Мен жағдайды қолға алуға тырысып көрдім. Басында мен интернетті уақытқа қарай отырдым. Сосын мен телефонымды кешке және демалыс күндері өшіруді бастадым. Бірақ көп шыдай алмадым. Қолдарым өздері телефонға тартылып тұратындай көрінді. Гаджеттен бас тарту оңай емес болып шықты. Бұл қатты жынға тиетін. Мен өзімнен, мен неге елдердің статусын оқып, видеоларын көрем? Мен өмірде ешқашанда танымайтын адамдардың жандарына отырып, халдерін сұрап, өзім туралы айтпаймын ғой. Тек бұны ұққан соң ғана көп нәрсе өзгерді. Жоқ, мен социалкадан толық бас тартпадым. Және бұны дұрыс деп те есептеймін. Интернетті өз орнымен қолдану керек. Бірақ мен біреулердің статусын оқуды, күнде интернетте отыруды қойдым. Достар, сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Және егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көп-көп рахмет.